Сәлем достар, біз бүгін сіздерге ш дыбысының қалай қою жолын үйрететін боламыз. Ол үшін ең алдымен ш дыбысына арналған артикуляциялық жаттығуды балаға үйретеміз. Яғни бұл кесе жаттығуын жасау барысында бала ш дыбысын айтуға үйренеді. Кесе жаттығуы былай. Яғни осы жаттығуды балаға 10-15 рет жасатқызамыз. Одан кейінгі жаттығу ол тіл жаттығуы. Яғни бала ш дыбысын айтқан кезде ерінді дөңгелек қылып жасап үйрену қажет. Ол қалай? Осылай алға ерінді созамыз. Яғни осы екі жаттығу жасату арқылы ш дыбысын шығаруға көмектесеміз. Келесі бұл ш дыбысын қояр кезде қолданатын құрамыз, яғни күнделікті шпатель құрамын пайдаланамыз. Бала өздігінен тілін көтере алмаса, жаттығу жасағаннан кейін біз осы жаттығуды, кесе жаттығуын жасағаннан кейін біз тілін көтеріп тұрамыз. Яғни бала ерін дөңгелек қылып үйренді, тілін көтеруді үйренді. Енді біз соны шпательмен ұстап тұрып, ш дыбысын шығарамыз. Ш дыбысын жақсы шығару үшін бала мұрынмен толық тыныс алса, ш дыбысын тезірек шығаруға болады. Осылай ш дыбысын қоямыз.